Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ және де шайға күшті кететін зебра пирогының рецептін көрсетемін. Каналымнан алыстамаңыздар. Бұл зебра пирогы бүкіліңіз пісіріп та көрген шығарсыздар. Мен бұл зебра пирогының өте оңай және де керемет жолын көрсететін боламын. Сондықтан видеомды соңына дейін қараңыздар. Пирогымыз үшін мына жердегі бүкіл керек заттарды мен төмендегі описаниеге жазып қалдырамын. Сол жерден көре аласыздар. Және де сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Біреулер айран қосады, мен бұл жерде сүт қосамын. Сосын соданың орнына мен разрыхитель қосамын. Ең бірінші біздер жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап микселеп аламыз. Осылай аппақ көбік болғанша жаңағы микселеп аламыз. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз, және де сүтіміздің жартысын құямыз. Жартысын жаңағы какаолы массамызға қалдырып қоямыз. Енді осы массамызды жақсылап тағы бір араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымыз бен разрыхителімізді 3-4 бөлікке бөліп, електен өткізіп миксерлейміз. Енді міне қыздар, көріп тұрғандарыңыздай жақсылап полны бір араластырып аламыз. Ұнымыз ішінде қалып қоймау керек. Қоюлау масса болады біздерде. Міне қыздар, біздер массамыз дайын болды. Осыны әдемі болып шығады. Қою әп-әдемі болып масса шығады. Енді осыны теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Енді бөлек ыдысымыздағы массамызға 4 немесе 3 қасық жаңағы какаоымызды саламыз. Сосын үстіне жаңағы қалған сүтімізді құйып, жақсылап тағы бір араластырамыз миксермен. Каналыма жаңадан қосылған жандарға каналыма қош келдіңіздер деймін. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта керемет рецепттер бөлісемін сіздермен. Міне қыздар, 2 бөлікке бөліп алдым. Мына жерде менде формасы 28 диаметр. Сіздерде 26 болса да болады. Мен енді үлкен формаға жасадым. Осы формамызға бірінші какаоымызды, одан кейін жаңағы какао қосылмаған массамызды біртіндеп бір қасықтан салып отырамыз. Міне видеодағыдай етіп жасайсыздар. Сіздердің ақ массаларыңыз қою болса, ол азғантай сүт қоссаңыздар да болады. Міне қыздар, дайын болды. Бүгін құйып алдым. Енді біздер шпачканың көмегімен осылай жан-жағын сызып шығамыз. Бүкіліңіз білетін де шығарсыздар, осылай немесе қалаған немен сызсаңыздар да болады. Міне қыздар, енді 160 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздердің пирогымыз пісіп шықты. Енді толық мұздатып қоямыз. Толық мұздағаннан кейін осы пышақтың көмегімен жан-жағын кесіп формасынан аламыз. Бұл пирог вообще күшті шықты менде. Қарап тұрсаңыздар, әдемі болды. Енді пышный болып шықты. Кесілу жолы да енді әдемі болды. Жұмсақ болып шайға енді әдемі кетті. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Күшті шығады сіздерде де.
Пирогымыз дайын. Енді шаймен ішіп жей берсек болады. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.